Кезінде ауыл шетіндегі қара суда ертелі-кеш жалаң аяқ ойнайтын ерке қыз бір күндері бой деп ойлапты ма десеңші. Қара ешекке жегілген үлкен арбаның үстінде тұрып, бар даусымен шабындыққа жеткенсе ән салатын. Жасы 70-ке жетсе де, қолынан шалғысы түспейтін аппақ әжесі мұның репертуарындағы әндердің негізгі тыңдаушысы еді. Өлең айтудан шаршаса, әжесінің сала құлаш етегін ала жайғасып алып, бұған беймәлім тек атасы мен әжесі ғана өмір сүрген бақытты бір заманның әңгімесін тыңдайтын. Немерені үлкені болғандықтан ба, кішкентайынан әжесінің қызы болып есептелетін. Бұл қыздың табанына кірген шөгір менің маңдайыма қадалсын деп отыратын аппақ әжесі бойындағы бар жақсы қасиеттің барын немересіне өле-өлгенше өсиеттеп өтті. Өз туған әке-шешесін аға жеңге деп өскен ерке қыз мектепті де ойдағыдай бітірген. Сосын ауылдағы туған үйден алыс емес облыс орталығына барып, белді бір жоғарғы оқу орнына құжат тапсырған. Сол жылы-ақ мемлекеттің грант негізінде оқитын бір студенті болды да шыға келді. Толқындаған алтын түсті шаштары дудырап, бұйра кекілі көзіне түсіп, кешкілік тек сабақпен ғана айналысты. Әлде қалай киноға бара қалса, жанындағы жатақханалас курстас қыздарды алдына салып алып қайтатын. Қыдыру, жігітпен қолтықтасып көше кезу мұның табиғатына жат еді. Жігіт атаулыға көз қырын да салмады. Көкіректегі емес, жаратылса солай еді. Қаздиған аяқтарын дік-дік басқан күйі институттың табалдырығын 3 жыл тоздырды. 3-ші курсты ойдағыдай аяқтап, ауылға келген демалысында құрбы қыздармен көрші ауылға туған күнге келді. Сол күні мұны көрші ауылдың жігіттері басып алып қашты. Ауыздарынан жүрек айнытар арақ иісі аңқыған. Әпер бақан 5-6 жігіттің қайсысының алмақ ойы бар екенін ұқпай дал болған. Бақандай 5 жігіт мұның аяқ қолын басып отырып, ауыл сыртындағы оқшау орналасқан бір үйге әкеліп, картоп түсіргенде лақтыра салды да, етек жеңіне сүрінген бір әйел аттандап жүріп салған ақ орамалын басына артатып, келіншек боп шыға келді. Бұл еңіс-теңіс жылап, артынан қуып келген апа жеңгенің етегіне жармасып қалмай, тулағанымен дуалы ауыз үлкен жеңгесінің ар-ұятта қыстыра отырып сөйлеген бір ауыз сөзінен соң бүк түсіп отырып қалды. Әжесі аманаттаған ар-ұят қой ол, қалай ғана аттап өте алсын. Содан кейін бірінен бірі айырғысыз сұрқай күндер жылжып жүре берді. Сиыр сау, үй жинау, тамақ дайындау, ата-ененің дәрет суын ысыту, нан жабу, құрт қайнату, тезек керу, мұның күнделікті тынымсыз тірлігі. Келіндік міндетін деп қабылдайтын бір кездегі ерке қыз ешкімге қабақ шытып қарсы келмеді де. Үн-түнсіз артық ауыз әңгімеден шаруасы жоқ, ел аралап өсектермейтіні тәрбиелі келіннің ата-енесі туған қыздарындай жақсы көрді. Обалы не керек? Оңаша әңгіме, ортақ сырлары жоқ болғанмен де, келіншек күйеуін құдай қосқан қосағым деп іштей жақсы көретін. О баста алып қашып кетсе де, келіншек байбосынның бір тоға тұйық мінезіне көндігіп, қой аузынан шөп алмас момындығына мойынсұнған. Соңғы кездері жанын жеп жүрген бір мазасыз ой, орталарында бір шарананың жоқтығы. Тіпті аяқталмай қалған оқуында жалғастыруға құлқы қалмағанда сияқты. Ал күйеуі бұдан гөрі есік алдындағы май-май қара тракторды жақсы көретіндей. Таң ағарып атса бітті. Тракторды тепкілеп тұрып, от алдырады да, ауыл сыртындағы күріштікке аттанады. Кеш бата, сүрініп қабынып кіреді де, қалғып мүлгіп отырып, алдына қойған асты ішіп алып, қорылға басатын. Ал бұл болса, көзіндегі сорлы тамшыны жасыра сүртіп, есік алдында көйлегі қарандап, айға қарап әңгіме айтатын. Бала кездегі қиялынан қалған жұрнақ. Рас, күйеуі қол көтеріп ұрмақ түгілі, ешқашан керілдесіп ұрыспайтын. Араққа тойып келгенде ғана әппағым деп бетіне сүйіп қоятын. Мұндайда келіншектің қуаныштан жүрегі жарыла жаздайтын. Баяғы хат жазатын ауылдас жігіттен басқа ешкімді ұнатып көрмен келіншекке бұл да бір үлкен жұбату еді. Жердегі жұмақ, өзі туған ауыл, өмірдің ең қызығы қара трактор, жұмыстың ең қызығы күріштік деп түсінетін байбосын, бетіне жел тимей өскен бұла қыздың
қай қылығына мән берді дерсің? Іште жақсы көрсе де, келіншегінің алдында өз-өзін кінәлі санайтын. Кейде осыған бар сырын ашып айтқысы келеді, бірақ біткен жараның аузын тырнап алатындай бата алмайды. Өзін қаншалықты жақсы көретінін келіншегі байғұс сезбейтіндей еді. Көзінің алдында орамалы ағараңдап келіншегі жүрсе болды, әйтеуір осы үйден кетіп қалмаса болғаны деп тілейді кейде байболсын. Сөйтіп жүргенде арада 4 жылдың қалай зулап өткенін де байқамай қалыпты. Құс ұйқы боп, шетсіз шексіз бір ұшы қиыры жоқ, ойдың құшағынан арыла алмай жүрген келіншек күйеуімен ашық сөйлеспекке бекінген. Бар ойы дәрігерге қаралу, тіпті болмаса бала асырап алу. Кішкентайын қол арбаға отырғызып, қыдыртып жүргенін көз алдына елестеткен келіншектің кенет кеудесін ерекше бір қуаныш билеген. Жұмыстан шаршап қайтатын күйеуіне ерекше болып көрінгісі келген. Қойылған сұраққа не, иә, не, жоқ деп қана жауап беріп, артық сөйлемейтін қалпынан бүгін жаңылап, баяғы әжесі екеуі шабындыққа барғанда айтатын өлеңдерін еске түсіріп ыңылдаған. Еріксізден еріксіз айнала алдына 1000 мәрте барған. Төсек орнымен бірге келген ақ сандықтың түбін ақтарып, опа дабылабын тапқан. Қыз күндегідей қасын керіп бояған. Баяғы бера алтын түсті шаштарын орамал астына жасырғалы қаншама жыл. Қызыл орамалын басына гүлдей байлады да, шетінен алтын шаштарының шетін шығарып қойды. Мұнысы келіншекке тіпті керемет көрінеді. Сосын гүлді қызыл қалатын, енесі Алматыға барғанда әкеп берген сары гүлді алжапқышын тұтып, сыртқа шығып, күлімсіреп жүріп күнделікті тірлігіне кіріскен. Әрине, мұның бәрі қыраға көз енеге ерсі көрінді. Келіні әдеттегіден тым ерекше көңілді. Қарт ананың іші жылып сала берді. Осы үйге келін боп енгеннен бері оның бұлай сәнгенгенін көрмеген. Мүмкін, төркінінен біреу қонаққа келе жатқан шығар деп ойлады. Бірақ құда-құдағиы әуелі қарай отырған шал екеуін хабардар етсе керекті. Шетсіз шексіз армандар, көңілімнің таппай біремін, өмір атты орманда адасып жүремін мен бір. Ғайып болды көп нәрсе, көрінбейді көзге ештеңе. Көз алдында елестеп қол бұлғап кетті кеме. Трактордың моторымен қоса дарылдап, өзінше әнге салып байболсын келеді. Сапқоз бастық күріштікті аралағанда, байболсынның күріштігін ерекше атап өткен. Биыл жаз жаңбырлы бол құдай берген. Салы жарықтық шырдалдан әлде қайда бітік. Осындайда байболсын шалқымағанда кім шалқысын? Арақ ішкен күндері жайшылықта майдан қыл суырғандай ғып отырып сұрағыңа жауап алатын байболсыннан өткен шешен ешкім болмайды. Айтатыны күріштің жайы, қара трактор, сырдың балығының дәмділігі. Жаманда жақсылы бригадир жігіт кейде бөсіңкіріп мақтанып та қалады. Бірақ қазіргі ән салуы жабырқаған жанын жұбату ғана. Бүгін бас агроном тағы бір бригадир жігіттермен зоотехник болып сапқоз бастықты аудан орталығына әке көкелеп жүріп шығарып салғаннан кейін әдеттегідей қызыл жыңғылдың көлеңкесінде дастархан жайысқан. Сүбелі ет, сүрленген қазы, еті мол палауы бар, бір-екі бөтелке ақ арағы бар дастархан басында ырду-дырду әңгімеге кіріскен. Содан барлығы ойласып алғандай, ұл қыздарының қызықты қылықтарын, мектептен әкелген бесіктерін, алыстағы оқудағы баланың жайын сөз қылсын. Бірде-біреуі күріштікті, тым құрығанда мал жайын сөз етпеді-ау. Ішіне 100-200 грамм барғасын байболсын да шешіле сөйлегісі келген. Сөйтсе, мұндай мектептен бестік тұрмақ, екілік әкелетін бір бала жоқ екен ғой. Қалай ғана ойламаған? Әй, әйел алғалы 4-ші жыл сырғып барады. Жұрттың үйіндегі үңгәләгән дауыс бұның үйінен естілмеген екен. Қалай ғана байқамаған? Жалаң бот кезінен салы суарып, масақтың үстінде түнеп, талай таңды күріштікте атырған байболсын осы күріштен басқа не ойлапты? Әйтеуір, ел қатарлы үй болып отырғанына мәз боп жүре берген екен-ау. Егер сол кезде арақ ішіп додырап жүрген достарымен көрші ауылдан осы қызды ұрлап әкелмесе, қатын алмай сүр бойдақ болып жүре берер ме еді? Құдай біледі. Өз ойына өзі тұншығып, алдына қойылған кезекті 100 граммнан бас тартып, тракторына отырған ол,
ауылға тартып кетті. Ойларында ештеңе жоқ, қызу топ қала берген. Трактор тарылдап ауылға жартылай енгенде өшкен. Май басқан сұр күпәйкесін тіркемеге атып ұрған байболсын. Ғайып болды көп нәрсе, көрінбейді көзге ештеңе. Көз алдына елестеп боп бұлғап кетті ақ кеме, деп ыңылдай өзінің мас кезіндегі сүйікті әніне басып, ағаш үйге беттеді. Қызыл орамалын түзей сала келіншек күйеуінің алдына жүгіріп шықты. Қолында жылы су толған құманы, ақ сүлгісі. Ағаш үйдің босағасында не әрі, не бері өтпей табалдырықта тұрған күйеуі бұған ызғарлы, зәрлі көзмен жалт етіп қарады. Келіншек селт етті. Өмірінде мұндай суық көз қарасты сірә көрмеген шығар-ау. Не деген суық еді жанары. Байболсын әлдене айтқысы келгенде оқталған. Өткенде ғана төлдеген сақалды, қара ешкінің бұйра бас лағындай боп, бұған жәутеңдеп қарап тұрған келіншегін сол сәт сұмдық аяп кетті. Сосын даусын не барынша жұмсақ шығаруға тырысып, «Әппағым», деді, «білесің бе, мен сені жанымнан артық жақсы көремін, мейлі бізде бала болмасын. Бірақ мен сені ешқайда жібермеймін дегісі келген. Бірақ қай түлен түрткенің қайдан? Әппағым, осы неге бізде бала жоқ? Деді. Дауысы тым қатты шыққанын өзі де аңғарған. Бірақ келіншегіне бұл сөздердің ашық күндегі жай оғындай әсер еткенін сезбеді де. Солай екен. Өзі әзер тұрған келіншектің көзінен жас тамшылап қоя берсін. Енесінің қара құрт шағып өлтіргенде бұйра басылақ сұмдық бір аянышты көзбен қараған. Келіншегінің қой көздерінің аяныштылығы одан да өтіп кетті. Бір ауыз тіл қатпады. Ал кеп жыласын келіншек, ал кеп жыласын. Көзіне жаққан бағанағы бояуы бетін айғыздап ақсын. Не дауысы шықпайды, не өксімейді, көздері бұлақ боп кеткендей. Байболсын керегеге сүйеніп біраз тұрды. Сыртқа шыққанда қызыл орамалын тістелеп отырған келіншегі бейнебір мелшейіп қатқан балбал тасы сынды көрінген. Қарадан қарап тұрып Байболсын бір азаға булықсың. Теріс етігін гүрс-гүрс еткізіп екі аттап келіншектің жанына жетіп барды да күректей алақанын көтерген. Сол сәт келіншек жалт етіп қараған, күректей алақан байғұс келіншектің бетіне сарт ете түсті. Тұрмақ болып ыңғайлаған келіншек жерге шалп етіп құлаған. Жерге көбелек құсап қонған қызыл орамалды шалпасынан бір басқан Байболсын тракторына жұлқына отырды да күріштікке тартты. Бір таза арақ 3 күннен бері салмен бірге суға батып тұрған, соны ішпек. Көршіге барып қысыр әңгімемен уақытын оздырған кәрі ененің көзі киіз үйінің түндігіне түскен, әлі жабылмапты. Үй шаруасына пысық келіні мұндайда қалт жібермесе керек еді. Үй ішінде мың айналған кемпір, бет аузы көкпектей боп ісіп кеткен келінін ағаш үйге сүйеніп отырған жерінен тапты. Мұны көре сала келіні орнынан атып тұрып құшақтап алып, солқылдап тұрып жыласын. Енесі келініне қоса жылаған. Не болса да, бір сұмдықтың бір күні болмаса, бір күні боларын сезбеді кәрі жүрегі. Сол болған екенде. Келіннің неге жылағаны енесі айтпай-ақ түсінген. Байболсына Алладан бір, адамнан екі сұрап алған жалғыз ұлы. 5-6 қыздың ортасында өскендіктен бе, бетіне жел тигізбеді. Әзизасын Байболсыннан артық көрмесе, кең көрмеген емес. Ағыл-тегіл жылаған келіншек енесінен аяулы әжесінің есі шығатынын байқап, одан сайын егілген. Сол күні келіншек енесінің қасына жатты. Байболсын күріш басына түнеген. Өсербай ақсақал ақылап өкіліп көрер таңын көзбен атырған. Кемпір түнімен шошып шыққан келінін ұшықтаумен болған. Күріштікті су алып, ары-бері шапқылаған Байболсын 3 күн дегенде әрең үйге келген. Көздері кіртеп, сақал-мұрты едірейіп тұрған түрі адам шошырлықтай екен. Ешкімге тіктеліп қарай алмаған. Әке-шешесі келінге байқатпай ұрсып алды. Құманымен ақ сүлгісін көтеріп, әдеттегідей ақ келіншек алтынан шыққан. Бірақ амалсызда міндетін атқарып жүрген жаман солдат сынды сүлесоқ кейіпте. Байболсын кінәлі көзімен жапақ-жапақ етіп қараған, кешірім сұрағысы келген. Бірақ қолынан келмеді. Ал келіншек күйеуін әңгіме айтар, кешірім сұрар деп кетті. Қорылға басып қамсыз жатқан күйеуіне қарап отырған келіншек
шарасыз күрсінді. Иығына басын қойып, бала күндері туралы сыр шеткісі келген. Күйеуін күйеу ретінде, адам ретінде жақсы көретінін, осы бір қоңырқай өзгелерден айырмашылығы шамалы тірлігін жақсы көретінін, тракторға мініп, күріштікке барғысы келетінін, бетіне тиген шапалақ үшін ешқандай кек сақтамағанын, бәрін айтқысы келген. Байбосын сол баяғы дүлей мінезіне салды да, алатаңнан келіншегі дайындап қойған азанғасқа қарамастан күріштікке аттанған. Кешке тағы да көз ұшында қол бұлғап кетті менің ақ кемеме салып келген. Байғұс келіншек жаны қаламай жаутаңдаған. Бар жан тәнімен бала туралы әңгіме қозғамаса екен деп тілеген. Кербер тісінде ықылық атып отырған Байболсын Әзиза деген. Әзиза, мен баламның болғанын қалаймын, сенші, деген. Келіншек тіс жарып ештеңе демеді. Егер кеткің келсе, мен қарсы емеспін. Сен бәрібір мені жақсы көрмейсің ғой. Байболсын не айтып отырғанына мән бермеген. Ашулы көздерімен жалт етіп қараған келіншек, бұл әңгімені неге осыдан 4 жыл бұрын айтпадың? Неге сол кезде кет деп айтпадың? Деп ызаға булығып. Өмірінде бетін қайтарып, қатты сөйлемеген келіншегіне Байболсын таң қала қараған. Екеуінің әңгімелері аяқсыз қалды. Ата-енесін келінге ғана тән аса бір ізеттілікпен Бөкенбай шалдың асына жіберген соң, келіншек үй ішін ықияттықпен жауып шықты. Есік алдын айнадай етіп сыпырды. Ап-ыстық қып нан жауып, тамақ пісірді. Самауырынға шай қойып, дастархан жасап, бетіне ақ марліні жапқан күйінде қалдырды. Сосын кішкентай қол сөмкесіне бар құжатын жинап салып, өзіне белгісіз беймәлім бағытқа жолға шықты. Мен кетейін, бала туа алатын басқа ел алсын. Еркек кіндіктен жалғыз ұлдың бағын байламайын, дейді өз-өзіне сыбырлап. Ауыл сыртындағы жалғыз аяқ жолмен орталыққа қарай ағыл-тегіл ағып жатқан, машиналар өтетін, үлкен тырасқа кетіп бара жатқан Өсербай ақсақалдың келіні қызыл орамалы желбіреп жолға шықты. Ауылдан әбден ұзамай басындағы орамалын алмады. Ойы қаладағы группалас қыздарына бару. Ләжі келсе оқуын жалғастыру. Туған үйін өлсе де аттап баспас. Қайтып келген қыз кімге сыймақ? Байболсын түскі асын үйге барып ішкісі келген. Келіншегін көргісі келді. Жүрегіне әлдебір жылы сезім енген. Қандай жағдай болса да, мен сенен айырылмаймын. Баланы асырап аламыз. Бірақ сен кетпеші. Мен сені жақсы көремін ғой, деп күбірлеген. Әзиза, сен қайдасың? Мен келдім ғой. Тамағың дайын ба? Қарным ашып тұрғаны? Байболсын ауланы басына көтере айқайлай кірді. Жылы су толы құманы мен ақ сүлгінісі бар келіншегін күткен. Көре сала көтеріп алып, бар сыры мен шынын айтпақ. Бірақ келіншек Байболсынды да ауғанымен астан қайтқан ата-енесін де қарсы алмады. Сол түні Байболсын еріксізден еріксіз жылаған. Ақылмен емес, арақтың отымен шыққан ойсыз сөздерін есіне алып, күйіне жылаған. Екі көздері төрт боп елеңдеп жолға қарағыштап жүрген әке-шешесіне Әзизаның енді қайтып келмейтінін бөжекте отырып айтқан. Әкесі қолындағы дырау қамшысымен бұның жын арқасынан тіліп түсті. Ысылдап тұрып, ессіз неме, жынды суды ішіп естірген ессіз неме, деген. Байболсын бүк түсіп отырып қалды. Шешесі іс тіккен боп, ішкі үйге кіріп жылаған. Өсербей ақсақал жоқ қараған боп, қора сыртына шығып жылаған. Осы бір шүйкедей ғана бұйра бас, ақсары келіншектің қаншалықты қымбат екенін сонда ұққан. Бұл үйдің жылуы сол барда екен ғой, өзімен бірге бар жылықты алып кеткен екен. Хан сарайындай көрінетін 6 бөлмелі үйі қаңырап қалған. Тіпті қыт-қыттаған қара тауыққа дейін қызыл орамалды келіншекті іздеген. Желіні сыздаған қара сиырда қызыл орамалды келіншекті іздеп мөңіресін. Бұйра басылақ ораның бір бұрышына тығылып қызыл орамалды келіншекті күтсін. Ал бұл көздеріне бар мұңды толтырып алып ақ, күлімсіреп жүретін Әзизаның қызыл орамалы мен сары гүлді алжапқышы көз алдына елестеп жыласын. Өкініштен бармағын тістеп тұрып жыласын. Келіншегіне қол көтерген сол бір күнді қарғап жыласын. Шынымен ақ, кемесі қол бұлғап кеткен екен. Әзизаны қаладан құрбылары күтіп алған. Келіншек қызыл орамалын басынан жұлып алып сөмкесіне тыға салған.
Бастары қосылғасын бір көңілді дырду басталып кетті. Аз-аздап ақаңнан ұрттаған келіншек еш нәрсе ойламаған. Сілікпесі шығып белеген. Басы қалт-құлт етіп бір бұрышта жылаған әжесін іздеген. Бұған білдіртпей сырттан бақылап жүрген жақын құрбысы жанына жетіп келген. Бұған ойлы көздерін қадап тұрып, «Әзиза, не боп жүр саған?» деген. Әзиза құрбысына тік қарай алмады. Келіншек ертеңіне күйеу жанып қатты ауырды. Сандырақтап әр нәрсенің басын шатып сөйлейді. Қара тауығы, бұйра баслағы, қара құрт шыққанда қиналып өлген қара ешкісі, бір сауғанда бір шелек сүтті бірақ беретін қара сиыры, енесінің жабырқаулы жүзі, атасының ашулы кескіні, кінәлі көзімен шапақ жатып етіп қараған күйеуі, түнімен түсіне кіріп мазасын алған. Біресе арбасыз қара ешекке мінген әжесі бұған салқын қарайды екен. Әжесінің ешекке мінгені жанын шошытты. «Мен саған аманаттаған ар ұятың қайда?» деді де, әжесі күнге шалғылысқан күміс шалғыны бұған қарай әуелете лақтырады. Әзиза шырқырап жылап әжесіне қарсы жүгірген. Сірә, түндегі арақтың әсері болса керек. Құрбысының есі шықты. Әйтеуір Әзиза кешқұрым басын көтерді. Есік алдына шығып отырмақ болып сыртқа беттеген. Кенет енесінің майлы сүттен жасайтын сары құртына аңсары аузынан селке шұбырып құрт іздеген. Іздегенді құрт емес, майлы палау сияқты ма немене. Біресе құрсағында әлдене жыбырлайтындай. Әуелгеде текке түсінбеген Әзиза қуаныштан еңіс-теңіс еңіреп қоя берді. Өзінше ұршық еріген боп, ішкі ойымен арпалысып отырған кемпір есіктің көзінде не бері, не әрі аттамай селтиіп тұрған келінін көргенде қолынан ұршығы ұшып түскен. Келіншек сасқанынан басын сипады. Орамалың бар ма деп ойлаған. Мал жайғап жүрген бай болсын, қызыл орамалдыны көзі шалып жүгіріп жеткен. Қақырынып ағаш үйден шыққан ақсақал келініне көзі түскенде намаз оқымақ ойын ұмытып қалды. Қызыл орамалды келіншек eğilip сәлем салған. Сәлем салғанда аптығып-ұптығып «Әже» деген. «Әже, майлы құрт берші» деген. Көпті көрген көнекес кемпір ақ ұдайлап келіннен тұра жүгірді. Өшербай ақсақал құбылаға қарап Аллаға мың-да бір шүкіршілік еткен. Қора ішінде бұйығып жатқан бұйра басылақ маңырап атып тұрды. Жағы қарыспай қыт-қыттап жүрген қара тауығы кетегіне қарай беттеді. Қара сиыр мөңіреп қоя берді. Бай болсын өмір істемеген әдетін істеп, келіншегін құшағына қысқан. Келіншегі жас толы қуанышты көзінің күйеуінен жасырып, әлдене деп құлағына сыбырлаған. Жасы 30-дан асқан отағасы балаша секірді. Кемпір босағадағы үстел үстінде жарбиып жатқан телефонның құлағын бұраған. Көрші қолаң құда-құдағиларды шақырып, ауыл үлкендерін жинап бір шәугім шай берейік, бата алайық дейді. Жан-тәнімен бір Алласына сыйынып намазына берілген шалына. Шалы намаз оқығанда сөйлемек түгілі намазын бұзамыз деп жыбырламайтын әдетін ұмытып кеткен сыңайлы.